Баяғыда бір ешкінің 7 лағы болыпты. Ешкі көк майсада шөп жеп, мұп-мұздай су ішуге орманға кетеді екен. Ол кетісімен лақтары үйшік есігінің күршесін іліп алып, өздері еш қайда шықпайды екен. Ешкі өрістен келген соң есікті қағып: «Лақтарым, шырақтарым, аша қойыңдар. Енелерің келді, сендерге сүт әкелді. Емешегім иіп тұр, әппақ сүтім тамшылап, тұяғыма тиіп тұр» деп өлеңдетеді екен. 7 лақ есік күршегін ашып, енелерін кіргізеді. Ешкі лақтарын сүтке тойғызып, қайтадан орманға кетеді. Ал лақтары есікті мықтап жауып алады. Ешкі орманға кеткенін байқап қалған қасқыр: «О, мына орманда ешкі де тұрады екен ғой. Өзінің неше лағы бар. Оңай олжаға тап болдым ғой. Қарным бір тоятын болды» деп қарнын сипап қояды. Ешкінің өлеңін қасқыр тыңдап тұрады. Ешкі орманға кетісімен қасқыр есікке келіп, жұп-жуан даусымен: «О, лақтарым, шырақтарым, аша қойыңдар. Енелерің келді, сендерге сүт әкелді. Тұяғым шылқыған су» деп өлеңдетеді. Лақтар: «Естідік, біздің енеміздің даусы жіңішке, өлеңі де бұдан басқа» дейді. Қасқыр не істесін, ұстаға барады да көмейіне жіңішке тіл салып беруін сұрайды. Өлең айтқанда даусы жіңішке шықсын деп ұста көмейіне жіңішке тіл салып береді. Үйшіктің жанына келеді де бұта арасына жасырынады. Өрістен ешкі келеді, есікті қағып: «Бұл кім?» дейді лақтары. «Лақтарым, шырақтарым, аша қойыңдар, енелерің келді, сендерге сүт әкелді. Емешегім иіп тұр, әппақ сүтім тамшылап, тұяғыма тиіп тұр» дейді әндетіп. Есікті ашып, енесін кіргізеді. Бәрі қасқырдың қалай келгенін, өздерін жемек болған анасына айтып береді. Ешкі кетерінде: «Егер біреу келіп, мен айтатын өлеңді түгел айтпаса, және даусы жуан болса, есікті ашпаңдар» деп қатты тапсырады. Ешкі кетісімен қасқыр есікке келеді. Содан жіп-жіңішке даусымен: «Лақтарым, шырақтарым, аша қойыңдар. Енелерің келді, сендерге сүт әкелді. Емешегім иіп тұр, әппақ сүтім тамшылап, тұяғыма тиіп тұр» деп әндетеді. Лақтар анасы екен деп есікті ашады. Қасқыр: «О, шырақтарым, менен қорықпаңдар. Мені сендерге енелерің жіберді. Аналарың орманда күтіп отыр» дейді. Лақтар қасқырдың соңынан еріп жүре береді. Ешкі өрістен келе өлеңін қанша рет қайталайды, үн жоқ. Қараса есік ашық, үйге кірсе бір лақ қалмаған. Пештің ішін қараса жалғыз лағы қалыпты. Лақтарынан айырылған ешкі есігінің алдына отырып жылай береді. Лақ: «Апа, сіз жоқта қасқыр сіздің даусыңызды салып, сіздің өлеңіңізді айтты. Біз есік аштық, қасқыр бізді алдап, бауырларымызды орманға алып кетті» дейді. Ешкі орманда аңшыны көріп жылап көмек сұрайды. Аңшы: «Маған көмек беріңіз. Қасқыр менің лақтарымды алдап орманға алып кетіпті». Аңшы: «О, жүр, мен оның сазайын тартқызайын». Ешкі аңшыны ертіп қасқырдың ұясына келеді. Қасқыр: «Ой, мынау аңшы ғой, қолындағы мылтығыма қой атып тастамай тұрғанда қашайын». Лақтары: «О, анамыз келді, апа, кешіріңіз, енді есікті ешкімге ашпаймыз» деп жылайды. Осылайша ешкі лақтарымен табысып орманда бақытты өмір сүріпті.